Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім бекіту. Бүгінгі сабақ мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап беруді, сонымен қатар негізгі туынды сын есімдерді анықтауды үйренесің. Олай болса, балалар, дәптерімізді ашып, кешегі жазған соңғы жазбадан кейін 2 жол санаймыз. 2 жол қалдырып, дәл ортаға бүгінгі айкүнді жазайық. 2 сәуір сынып жұмысы. Сарымен берілген сөздерді дәптерімізге көркем жазып шығамыз. Бірінші сөздерді оқиық. Білгіш, байқағыш, тапқыш, айтқыш. Балалар, бұл сөздер қандай сын есімге жатады? Дұрыс айтасыздар. Туынды сын есім. Не себепті туынды сын есім? Жарайсыңдар, өйткені бұл сөздердің түбірлері етістіктен болып тұр. Етістік сөз табынан сын есім тудыратын жұрнақтар жалғанып, бұл туынды сын есім болып есептеледі екен. Келесі 5-ші жаттығуды орындаймыз. Оқулықтарымыздың 71-ші бетінде 5-ші жаттығуға қарап, өлеңді суреттердің көмегімен дауыстап оқып шығыңыздар. Ұшақтан жылдам бұлттар деген өлеңі. Жарайсыңдар, оқып болсаңдар, керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жазайық. Ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың сөздермен көк жолақшадағы 3 сұраққа толық жауап жазамыз. Бірінші сұрақ: күн қандай? Толық жауап береміз. Күн. Аспан қандай? Аспанды қандай бұлт торлады? Жарайсыңдар, 5-ші жаттығуды орындақ болсақ, 6-ші жаттығуға көшейік. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Мақалды оқып шығып, қандай қателік бар екен? Қатесіз дәптерге жаза қойыңыздар. Мақалдың ішінен сын есімді тауып, қарындашпен, сызғышпен астын сызамыз. Олар негізгі ма, туынды ма? Үстіне сын есімнің түрін жазамыз. 7-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастыр. Балалар, сіздерге көп сын есім берілген. Осы сын есімдерді негізгі сын есім және туынды сын есім деп 2 бағанға бөліп жіктеп жазамыз. Туынды сын есімдерді сөз құрамына талда, түбір жұрнағын анықтаймыз. Жарайсыңдар, жаттығуды орындап болсақ, үй жұмысын жасайық. 8-ші жаттығу, 73-ші бет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.